Альмира Бексултанға айтып тастады. Еске салайық, Зухра мен ажырасқан Бексултан Нучонның сұхбатында осылайық жайлы өз наразылығын және ренішін білдірген болатын. Альмира ханым әлеуметтік желіде Бексултан, Шах мырза және Мұса жайлы күтпеген мәлімдеме жасады. Тіпті ешкім естімеген шындықты ашты. Альмира ренжісе звондап айтпайды ма, жұртқа барып айтпай. Сол кезде айтып кетпеді ма? Сол кезде келмей жатып айтпады ма? Просто мен таңғалам. Кіріп шығып алып, ақталып алып айтарларын айтып алады да. Сыртқа шыққаннан кейін еліне жазады. Сол бойынша ғана ренжіп қалып, просто мен сондайды жек көрем. Деді Альмира Асхат қызы. Альмира сонымен қатар Бексултан жайлы тағы да жайып салды. Өтірікпен өмір сүрмеу керек деп ойлаймын. Мен әйтпесе Зухраны мен туысқаным деп қорғап отқаным жоқ. Зачем звондап айтпайды ма ренішін? Сол кезде кетпей жатып айтпады ма? Біз тұрдық. Даканса сөйлестік. Эфир біткеннен кейін де қосқымыз келіп сөйлестік екі жақпен. Деп ашуға булықты Альмира Асхат қызы. Сол кезде келмей жатып айтпады ма? Мен таңғалам. Жарайды, енді мен ешкімнің ренішіне жауап бермеймін. Шын айтқанда мен ешкімге ренжімеймін. Біз Зухрамен сөйлесіп тұрамыз. Ренжулі болса Зухрада айтар еді деп ойлаймын. Мен тек жұмыс жасап жүрген адаммын. Ал өмірде ешкіммен араласпаймын. Просто мен таңғаламда кейде сол сұхбатты шығарған адам болсын. Сол сұхбатқа барған адам болсын. Айтқан адам болсын, жалпы вне эфирда бізге ренжитін адамдар болсын, мен айта кетейін. Мен өзім қалаулымнан шыққанмын. Деді Альмира ханым. Альмира ханым сонымен қатар Шах мырза мен Мұса жайлы да аша шындықты жайып салды. Сонымен қатар Бексултанға Альмира ханым, просто мен бұның бәрін не үшін айтып жатырмын, өйткені көп адам. Көп дүниеден жиналып қалған сұрақтар көбейіп кетті да. Білем, бұның барлығы ютубқа шығып кетуі мүмкін. Егер көріп жатқан адамдар болса, мен кішкене өз тарапымнан жауап осы болсын. Деді Альмира Асхат қызы.